ПМПК деген не және де ол қандай жұмыстар атқарады? Біздің беретін сол қорытынды ананың жүкті болғаннан бастап баланың қазіргі жасқа дейінгі даму ерекшеліктерін толық зерттеуіміз керек. ПМПК барғанда баланы 10-15 минутта ғана қарайды. Баланы бірінші ретке алып келе жатқанда көбінде бала дайын болмайды. Ата-ана енді өзі де іштей дайын болмайды. Бізде бір қыз болды. Жолда тұр, кірмейді, мүлдем кіргізе алмады мамасы. Солай біз 20 минут далада тұрдық. Сайт арқылы жазылу керек, сайтқа жаңағыдай кейде орындар болмай қалады екен. егов порталы енді мобильный приложение арқылы тіркелуге болады. ПМПК мысалы осындай бала ерекше балаларға коррекциялық орталықтарға жолдама береді. ПМПК-да ата-аналармен жұмыс, ата-аналарға психолог қолдау, сондай жүйелер бар ма? Кейде ата-аналар келеді, записсіз, ешқандай жазылусыз ата-аналарға кеңес бере аламыз. Негізі ПМПК-ға баланы неше жастан апарған дұрыс? Ерте. Бізге ПМПК-ға келудің өзі ол ана үшін бір шаг. Кез келген ата-анаға бала осындай, баланың мүмкіндігі осындай деп айту оңай емес. Мен балам ерекше бала, аутизм диагнозы бар. Біз арнайы мектепке бардық. Балам арнайы мектептің бағдарламасын алып кете алмады деп, жаңағы үй жағдайына жіберді. Үйден мектепке ауысу процесі ол енді врачебный консультациямен шешілетін нәрсе. Қорытынды қойылады, бірақ ата-ана онымен жаңағыдай келіспеуі мүмкін, Ондай балаларға екінші бір мүмкіндік беріле ме? Қайтадан комиссиядан келіп өтуге. Ата-ана мүлдем келіспей жатса, екінші рет біз ата-ананы қайтадан шақыра аламыз. Армысыздар, мен есім Ақлима, мен ерекше баланың анасымын. Бүгінгі біздің подкастымыздың қонағы ПМПК мүшесі Шайзада Анаргүл ханым. Бүгінгі біздің подкастымызда көтерілетін тақырып ол ПМПК және ерекше бала туралы. Анаргүл ханым, шақырымызды еліп келгеніңізге үлкен рахмет. Ең бірінші алғашқы сұрағым, қарапайым болып көрінуі мүмкін, дегенмен көп ата-аналарға түсініксіз. Жаңағыдай ПМПК деген не және де ол қандай жұмыстар атқарады? Қайырлы күн. Енді психологиялық, медициналық, педагогикалық кеңес ол енді ерекше білім беруді қажет ететін баланы кешенді түрде толық тексеріп, оқу бағдарламасының бағытын анықтап, қолдап отыру үшін мамандандырылған мекеме. Яғни бізде ПМПК-ның комиссия мүшесінің құрамында өздеріңіз білетіндей дәрігерлер бар, мұғалімдер бар. Айта кетсек, педагог-психолог, дефектолог, логопед, сурдопедагог, тифлопедагог мұғалімдері бар. Одан кейін дәрігерлерден психиатр, невропатолог, окулист, тағы сол сияқты дәрігерлер бар. Енді ПМПК-ға алғаш келгенде енді неге дәрігерлер мен мұғалімдер бір командада отыр? Өйткені біз ананың жүкті болғаннан бастап баланың қазіргі жасқа дейінгі даму ерекшеліктерін толық зерттеуіміз керек. Нақты бір қорытынды шығару үшін сондай толық жұмыс жүргізілуі керек. Сондықтан бізде осындай командалық бағалау болады. Командалық бағалау, Енді ПМПК мысалы өзімді ерекше баланың анасымын. ПМПК өз баламды бірнеше рет алып барып жүреміз де. Енді ата-аналардың көбісінің көкейінде сұрақ, ол ПМПК барғанда баланы 10-15 минутта ғана қарайды. Бір белгілі уақытта, Және де бала, ерекше бала, жаңа ортаға барады, көбінесе үйрене алмай жатады. Жаңағыдай мамандардың айтқанын көбінесе жасамай жатады. Өйткені жаңа барған ортаға үйрене алмай жатады, Осыған байланысты балалардың қарау уақытын ұзаруы мүмкін ба, немесе басқа да бір жеңілдіктер қарастырылуы? Енді 10-15 минут мен өзім ПМПК-да жұмыс жасаймын ғой. Бізде 10-15 минут деген бағалау ешқашан болған емес. Бізде ең кемінде бір 40 минут баланы қарауға кетеді. Кейде даже одан да ұзақ уақыттар керек болады баланың мүмкіндігіне байланысты. Сондықтан кейде 1 сағат, 1,5 сағатқа дейін созылып кететін кездерде болады. Енді ол кез жаңадан келген бала үшін көбірек уақыт керек болады. Сосын баланы бірінші ретке алып келе жатқанда көбінде бала дайын болмайды. Ата-ана енді өзі де іштей дайын болмайды. Кейбіреу баланы бір емтиханға алып келе жатқан сияқты дайындайды. Сен осыны істемесең, сен ертең мектепке алмай қояды деген сияқты. Баланың бойында бір қорқынышты бір алып келеді. Содан кейін уже бала обследование диагностикаға келгенде өте қатты напряженно отырады, мүмкін білетін тапсырмасын орындай алмай қалады. Балада сондай қиындықтар туып қалады. Сондықтан баланы алып келгенде ата-ана баланы дайындап алып келу керек. Сен нені білесің, соны көрсет деген сияқты. Кейде болады
бізде мен өзім практикамда болды, бізде бір қыз болды, жазылды, уақыты келді, ол қыз кірмейді, прям жолда тұр, кірмейді, жылайды, мүлдем кіргізе алмады мамасы. Солай біз 20 минут далада тұрдық. Сосын мен өзім жалғыз шықтым, мен де психологпын ғой, баламен кішкене жаңағы байланыс орнату үшін. Бала прям ни в какой протест, мүлдем қарым-қатынасқа түскісі келмейді, жылайды. Сонымен мамасымен келісіп, біз айттық, бала енді осындай болып тұр, енді баланың жағдайы, бірақ біз баланы көруіміз керек қой. Сондықтан сіз бір апта бойы күнде келіп отырасыз бізге. Күнде келіп отырасыз. Мен баламен күнде өзім шығып сөйлесіп отырам, чтобы бала хотя бы мен кішкене қарым-қатынасқа түсті. И біз солай бастадық. Бала 4 күн бойы келді. 4-ші күні уже біздің жаңағы мекеменің есігіне кірді. Сосын 5-ші күні обследованияға кірді. Енді ПМБК-да өзіңіз болдыңыз ғой, бізде комиссия болған кезде комиссия мүшелері жаңағы басқа неде отырады, бала, то есть комиссия мүшелерін көрмейді. Ол баланың жаңағы толық ашылу үшін жасалған мүмкіндік қой. Сондықтан бала ол жерде мені ғана көрді. Ол кейін енгізілген ғой, бұрында көріп отыратын бала. Иә, бізде бұрыннан бар. Бала басқа адамдарды көрмегеннен кейін мені 5 күн бойы көргендіктен уже ашылып, тапсырмаларды орындай бастады. Ондай қиындықтар да болады енді біздің жұмысымызда. Ондай болады, иә. Енді мен ата-аналардың көбінесе сұрастырғанда, жаңа ПМПК көп ата-аналар баруға қорқады, иә, балаларға әртүрлі сұрақтар қойылады, кейбіріне қиын сұрақтар қойылады, кейбір бала білген нәрсесі шынымен де ұмытып қалады. Осыған байланысты мен мысалға даже ата-аналардың сұрақтарын да оқысам болады. Мысалға Балқия деген ана жаңағыдай ПМПК жазылу деген өте қиын болып кетті дейді. 2 айдан бері жазыла алмаймын дейді. Ноутбуктен сайтқа кірсем қайта шығып кете беремін дейді. ПМПК орналасқан жерге бара алмаймын, өйткені емізілу және кішкентай балаларым бар дейді. Осы жазылу жағын бұрынғыдай телефонмен жазылсақ жақсы болатын еді деп осыны сұрақ қойыпты ана. Осы өзгерістерден жаңадан өзгеріс енгізілді ғой сіздерге. Яғни бұрынғыдай телефонмен жазылу деген мүмкіндік жоқ. Қазір сайт арқылы жазылу керек, сайтқа жаңағыда кейде орындар болмай қалады екен. Осыған байланысты өзі өзгертуді қала ма, әлде бұрынғыдай мүмкін көшуі мүмкін ба? Енді бізде Астана қаласында бірге сайт арқылы жазылады, басқа өңірлерде егов порталы арқылы жазылып жатыр. Бірге сайты көп ата-ана үшін кішкене ыңғайсыздықтар тудырып жатыр, өйткені ол кейбіреуінде ноутбук жоқ, компьютер жоқ деген сияқты, кейбір ата-аналарда ЦП жоқ деген сияқты. Сондықтан сондай қиындықтар туғандықтан бізде 1 қыркүйектен бастап Астана қаласында егов порталына өтеміз. Егов порталы енді мобильный приложение арқылы тіркелуге болады. Сондықтан уже ата-аналарға кішкене ыңғайлы болады деген үміттеміз. Енді ПМПК-ға ата-аналар көбісі қорқады келуге, өйткені ойлайды, ПМПК-ға келгенде біз нақты бір диагноз қоямыз, ол баланың болашағына әсер етеді, оқуға түсе алмай қалады деген сияқты ата-аналарда қорқыныш болады. Сол қорқыныштың салдарынан өте кеш келетін ата-ана өкінішке орай өте көп бізде. Сондықтан ата-аналарға ештеңеден қорқып қажеті жоқ. Біз тек қана консультация береміз. Біз толық кешенді баланы зерттеп, тексеріп, баланың бар мүмкіндігін айтамыз. Бала қандай жағдайда бала, дәрігерге жібересіздер, психологқа, психиатрға. Бізде барлығы бар комиссия мүшесінде, бірақ біз полностью тексереміз. Тексергеннен кейін ата-анаға өзіміздің кеңесімізді айтамыз. Ал ары қарай ата-ана ол кеңесті қабылдай ма, қабылдамай ма, ол уже ата-ананың шешімі болады. Бірақ неғұрлым ертерек келсе, ол балаға соғұрлым дұрысырақ. Баланың жаңағы даму деңгейіне ертерек көмек көрсетілген ол жақсы. Түсінікті. Енді мысалға балаға жаңа ПМПК-да көбінесе рас диагнозы бойынша балаларға ақыл-ой кемістігі деп жазылып жатады, осыған бір ата-ана сұрақ қойыпты, неге рас жаңағындай спектр аутизм бар спектр балаға жаңағындай ақыл-ой кемістігі қойылады деп, ПМПК-да неге балаға жаңағындай диагноз қояды деп? Біз ПМПК-да ешқашан балаға диагноз қоймаймыз. Біріншіден біздің беретініміз ол қорытынды. Біздің қорытындымен сіздер жаңағы арнайы орталықтарға барасыздар, мектепке барасыздар, балабақшаға барасыздар. Сол жерде жаңағы дефектолог маманы, психолог, логопед мамандар жұмыс жасау үшін берілетін қорытынды. Бізде ешқашан диагноз қойылған емес. Сондықтан ата-аналар бізге қорықпай келіп кеңес алса болады.
енді мектепке байланысты ПМПК көбінесе баланың қандай мектепке баруын анықтайды, инклюзия мектеп па, немесе орта мектеп па, немесе арнайы мектеп баруына ПМПК жолдама береді көбінесе балаға. Осыған байланысты ПМПК жолдама береді, содан кейін ары қарай ПМПК мектепке барған баланың оқу бағдарламасын, баланың мектептегі мінез құлқын барлығын үстінен бақылай ма, әлде бақыламай ма? Біріншіден, баланың қай мектепте оқитыны, арнайы мектепте ма, жалпы мектепте оқи ма, ол ең бірінші ата-ананың шешімі. Ата-ана мен баламды арнайы мектепке берем десе, ата-ана өзі біледі. Біз тек оқу бағдарламасын анықтаймыз. Бізде бағдарлама өзі жеңілдетілген, бейімделген бағдарлама бар, жеке бағдарлама бар, сол бағдарламаны ғана ұсынамыз. Ал прям ата-анаға отырып сіз арнайы мектепке барыңыз, немесе жалпы мектепте оқыңыз деген ол біздің құқығымызда емес. Енді біз не үшін біз балаға срок береміз, определенный 1 жыл, 2 жыл деген сияқты. Біз қараймыз, баланың мүмкіндігіне қараймыз. Балада жеңіл бұзылыстар болса, онда біз кішірек срок береміз, 1 жыл, 2 жыл деген сияқты. Өйткені біз баланың динамикасын қарағымыз келеді. Мүмкін бала осы 1 жылдың ішінде, немесе 2 жылдың ішінде балада бәрі жақсы болып, бала өзінің деңгейіне шығады, содан кейін біз оны алып тастауымыз мүмкін, немесе балада бейімделген бағдарламаны оқып жатыр ғой, бала оны ала алмауы мүмкін, соның бәрін бақылау үшін біз сол срокты береміз, определенный срок. 1 жыл, 2 жыл бересіздер, динамикасын, баланың даму деңгейінің динамикасын байқау үшін. Біздің елімізде қазір жалпы ПМПК сандар өсіп келе жатыр, бұрындар 5 ПМПК болса, қазір оның саны 10-ға жетіпті. Осының көбею және ерекше балалардың көбеюіне байланысты болып жатыр, ПМПК-ның. Қазір сіздерге ПМПК жазылуының өзінде балалар очередті, кезекті көп күтеді. Яғни бұл балалардың өсіп келе жатқанын көрсетеді. ПМПК осыған байланысты балаларға тез емделіп кетуіне байланысты, тез қатарға қосылып кетуіне байланысты ПМПК тағы да бір қосымша жұмыстар қарастырылып жатыр ма? Енді бұл бізде Астана қаласында 10 ПМПК бар. 10 ПМПК-ның енді демография өсіп жатыр, енді өкінішке орай баланың да саны өсіп жатыр. Бірақ бізде басқа ауданнан келетін балалар да өте көп. Өйткені барлық ойлайды, Астанада енді балаға прям бүкіл жағдай жасалынған деген сияқты. Сондықтан сол фактор тоже бала санының өсуіне үлесін қосып жатыр. Басқа жақтан келгеннен кейін. Бізде басқа региондарда, аумақтарда тоже ПМПК, түзету кабинеттері барлығы қарастырылған. Сондықтан енді барлық жерде жұмыс бірдей жүргізіледі ғой. Енді әзірше бізде тек оқу бағдарламасын анықтап, динамикасын бақылап отырамыз. Басқа ешқандай бізде әзірше ешқандай өзгеріс жоқ. Ал енді ПМПК мысалы осындай ерекше балаларға коррекциялық орталықтарға жолдама береді, коррекциялық орталықтарға барып, түзету жұмыстарын өтуге. Бірақ коррекциялық орталықтарға балалар кезекті өте көп күтеді. Мысалы 10 ай, 1 жылдап. Мысалы бір ата-ана жазыпты. Мысалы мен ПМПК бойынша ұлым 6-да, Сая деген ана жазыпты. 6-да дейді. Біз мектепке баруымыз керек, бірақ дайын емес, біз ПМПК-да ЗПР, ЗР деп қойған дейді, коррекционный центрге. Яғни жолдамаға алдық, бірақ орын жоқ, 10 ай күтесіңдер деп айтты дейді. Ал 10 айда ұлым 7-ге толады дейді. Бұл Астана қаласында. Астана қаласында. Мысалға, сондай уақытты жоғалтып жатады да аналар. Яғни 1 жыл күтеді, кейде 1 жылдан асып кетеді. Ол кезде баланың мектепке бару жасы асып кетіп жатады. Осыған байланысты не айтар едіңіз? Енді бізде қазір Астана қаласында 5 түзету кабинеті, 2 оңалту орталығы бар, Енді өкінішке орай, ол жақта очередь кейде ұзақ болып қалады, кезектер. Бірақ енді баланың санының өсуі де оған әсер етіп жатыр. Алдағы уақытта тағы түзету кабинеттері ашылады деген үміттеміз. 5 кабинет, түзету кабинетінің филиалдары да бар, оған қоса жұмыс жасап жатқан. Бірақ соның өзінде үлкен кезек бар. Енді баланың уақытын жоғалтып алу деген факторлар тоже бар. Но енді біздің қолымыздан не келеді, біз соны көрсете аламыз. Тек қана мемлекеттік мекеме санының аз болуы енді сол баланың санына байланысты болып тұр. Енді ПМПК сонда сіз айтқандай мектептің үстіне бағдарламаға, оқу жүйесіне оған жауап бермейді сонда?
Біз мектепке кеңес береміз, жаңағы жазып береміз ғой, қандай заключение қандай бағдарламамен бердік, оқу керек, қандай бағдарламамен оқу керек, қандай мамандар жұмыс жасау керек. Қазір инклюзивті білім беру деген дамып жатыр ғой. Сондықтан мектептерде, мемлекеттік балабақшаларда барлығында бізде арнайы мамандар бар, дефектолог, логопед, психолог. Сондықтан сол мамандар баламен біздің заключениені алғаннан кейін уже жұмыс жасайды. Жаңағы бейімделген бағдарламасы бар, жеке сабақтары бар деген сияқты. Негізі ПМПК-ға келген көп балаларды сіздер психиатрларға жіберетін балалардың саны көп бола ма негізі? Психиатрға біз қандай жағдайда жібереміз? Бала мектеп бағдарламасын мүлдем игере алмай жатқанда, біріншіден, екіншіден баланың интеллектуалды мүмкіндігі. Біз егер көріп тұрсақ, интеллектуалды мүмкіндік баланың деңгейін, біз уже жіберуге енді оған бару бармау тағы ата-ананың құқығында, бірақ енді ол баланың болашағы үшін біз жібереміз. Бала, например, интеллектуалды мүмкіндігі төмен болып, ол жаңа бейімделген бағдарламамен отырса, ол бағдарламаны ала алмайды. Бағдарламаны ол оқи алмағаннан кейін ол сабақ процесі балаға қиындай түседі. Сабақ процесі уже балаға түсініксіз болғандықтан балада жаңағы мінез құлқында өзгерістер пайда болуы мүмкін. Соның алдын алу үшін бала өзіне сәйкес келетін бағдарламамен оқу керек. Жаңағы мектептен қашып кету, сыныптан шығып кету, бұзақылық жасау деген сияқты, ол фактордың барлығы, ол фактордың барлығы неге болады? Ол фактордың барлығы, потому что бала жаңағы өзінің деңгейінде жаңағы білімді ала алмағандықтан болады. Соның алдын алу үшін біз сондай жаңағы қосымша ұсыныстар береміз ата-анаға. Бірақ кейбір балалар болады ғой, мысалға мінез құлқынан жаңағындай дефектілер болғанмен оқу жағынан жақсы оқиды, оқуын бәрі жақсы оқиды, бірақ мінездер дұрыс болмауы мүмкін. Ондай балаларды мысалы ПМПК жүгіну керек, ондай балалар? Ондай балалар бар. Енді ондай балалардың көбісі енді бірінші сыныпта болып жатады, бірінші сыныпта байқалып жатады. Өйткені қазір көбі балалардың барлығы 6 жастан бастап мектепке барады. Біз білеміз, 6 жастан балалар мектепке барғанда ол психологиялық түрде бала дайын болмайды. Баланың оқу процесіне дайын болу жасы толық 7 жас. Сондықтан бала кішкене адаптационный период балада болады. Ол кезде енді міндетті түрде ПМПК-ға алып келуге міндетті емес ата-ана. Мектеп психологы бар, сынып жетекшісі бар. Мектепте балаға жаңағы бейімделу процесінде көмектесу керек. Егер ол жағдайда көмектеспей жатса, енді кеңес алуға келуге болады бізге. Мысалы көбінесе мектепте жүріп жатады мұғалімдер, өйткені ПМПК-ның жаңа кеңес мүшесін біледі. Кейбір ата-аналар ол туралы білмеуі де мүмкін, ПМПК бар екен мысалға. Бірақ ата-аналардың өздері мектептен жібермей-ақ өздері мысалы апара берсе болады ғой ПМПК-ға, ата-аналар өздері жазылып, өздері келсе болады. Ата-ана біздің қорытындымызды мектепке апарып бере ма, апарып бермей ма, ол тоже ата-ананың өзінің құқығында. Сондықтан келіп кеңес алуына болады. ПМПК-ға мысалы тіркеледі, бала бірінші келеді ПМПК-ға. Ол бала келгеннен кейін ПМПК-да қаралады бірнеше жыл мүмкін. Одан кейін баланың мысалы ПМПК-дан тізімінен шығу қай кездерде көбінесе болады? Егер балада жеңіл бұзылыстар болса, жаңағы речевой дейміз, сөйлеу тілінің бұзылыстары, енді ол балалар тез шығады, өйткені ол жақта зерде бұзылысы жоқ қой. Логопедиялық көмектерді алып, жаңағы өзінің деңгейіне шыққаннан кейін біз ол баланы жаңағы біздің учетымыздан аламыз. Ол уже жаңағы жалпы білім беретін мекеменің білімін ала алады. Ал егер балада уже жаңағы зерде бұзылыстары, интеллектуалды мүмкіндіктері баланың жетпей жатса, кейбір ата-аналар болады, енді жекеменшік мектепке барады. Жекеменшік мектепте бізге айтты, осы жерден баланы шығарыңдар, шығарып әкеліңдер. Ондай жағдай өте көп. ПМПК-дан шығарып әкеліңдер деп. Ал енді біз қараймыз баланы, қараған кезде балаға әлі де көмек керек. Ал неге олар міндетсінен шығарсын деп? Енді мен нақты білмеймін, неге ондай мүмкін ол мектептің жаңағы жекеменшік мектептің өздерінің бір талабы болады шығар, соған байланысты шығар, енді мен оны нақты айта алмаймын. Ата-аналар солай келетіндер де болады, бірақ балаға әлі көмек керек, баламен әлі жұмыс жасалынбаған, біз ата-анаға соны түсіндіріп, жеткізуге тырысамыз. Енді оны қабылдап түсінетін ата-аналар бар. Бала мысалы келгенде сіздерде әртүрлі мектепке жолдама бересіздер, баланың қандай қабілетіне қарап инклюзияға, ортаға, арнайға бөлесіздер?
Біз баланың жаңағы айттым иә сізге, біз баланың мектебін қай мектепте оқитынын біз анықтамаймыз. Оны ата-ана ұсыныс шешеді. бересіздер ғой, осындай барған дұрыс деп. Біз қараймыз, жаңағы балада уже диагноз қойылған болса, зерде бұзылыстары деген сияқты, иә, онда әрине балаға арнайы мектепте оқыған дұрысырақ. Өйткені арнайы мектепте бала таңертеңнен кешке дейін сабағын оқиды, қосымшалары бар, мамандары бар, и ол жердің бір артықшылығы, арнайы мектепте баланы болашаққа дайындайды, бір определенный мамандыққа, бағытқа дайындайды. Арнайы мектептің артықшылығы сода. Енді ол балада сол жағдай болды, енді оны алып тастай алмаймыз ғой, бізге придется уже сол баланы дайындауға болашаққа. Сондықтан ата-аналар тоже жаңағы арнайы мектептен қорықпай, наоборот, арнайы мектептің жақсы жақтарын тоже қарай білу керек. Ол бала үшін ең бірінші. Енді арнайы мектепте 2 бағдарлама ғой, мен білуімше. Ол бағдарламаларды жалпы ПМПК ол бағдарламалар қарап, оларға түзету енгізе ма негізі? Бағдарлама ол бізде жаңағы бекітілген арнайы бағдарламалар бар, 2 типтің де. Сондықтан соны айтып жүресіз, кеңірек қандай типті бағдарлама, қандай балаларға арналған, қай жақтағы ақыл кемістігі бойынша? Бізде 2 типті бағдарлама бар. Оның бірі жеңіл бұзылыстары бойынша. Жеңіл бұзылыстары бойынша бізде жаңа портал бар. Порталда бағдарламалар уже жазылып қойылған. Мұғалімдер сол порталдан, жаңа сайттан алып, сол бағдарламамен жұмыс жасайды. Екінші уже орта бұзылыстары бар балаларға арналған бағдарлама. Ол жерде больше жаңағы социальный навыки дейді ғой. Сол жағына қарай бағытталған екінші типтік бағдарлама. Осы 2 типтік бағдарламалар негізі ақыл ойын кемістігі бар балаларға арналған ғой. Бұл 2 бағдарлама жағындай аутистикалық спектр бар балаларға арналған, негізі нақты жазылмаған, иә? Енді жаңағы аутизмі бар балалардың тоже интеллектуалды мүмкіндігін анықтайды, жаңа психиатр анықтайды. Егер интеллектуалды мүмкіндігі баланың төмен болса, ол сол бағдарламамен оқи алады. Енді бізде Қазақстанда болашақта жеке аутизмі бар балаларға жеке бағдарлама ойлап табу мүмкін ба, ПМПК? Әлі ондай жазу ойда жоқ па? Енді ондай әзірше ондай ақпарат менде жоқ. Өйткені мен неге сұрап отырғаным, мен өзім баламда аутизм диагнозы, кейбір аутист балаларды қараймын, олардың ақыл ой кемістігінің қатты төмен емес екенін көремін. Көбісі жаза алады да, сөйлей алады да, ондай ерекше балалар бар, аутизм спектрі. Енді ол балаларға кейде бұл бағдарламалар келмей жатады ғой, ақыл есі кемістігі бар балалардың бағдарламасы, бұндай балалар келмей жатады. Мен сол сұрап тұрғаным, осындай, яғни аутизмі бар балаларға жеке бағдарлама ашылса жақсы болатын еді. Енді сіздер психиатрдан өткенде, сіздердің жаңағы интеллектуалды мүмкіндіктеріңізді психиатр анықтайды. Клинический психологпен бірге полностью сіздерді кешенді тексеру жасап, нақты баланың деңгейін анықтап береді. Егер ол жерде зерде бұзылыстары жоқ болса, сіздерге оны қойып бермейді. Демек, сіздер бейімделген бағдарламамен немесе жалпы білім беретін бағдарламаны егер бала алып жатса, сол бағдарламамен оқи береді. Ал егер қиындықтар болып жатса, онда бағдарламаны жеңілдету керек болады. Жалпы ПМПК мүшесінде қандай невропатолог, психиатр әлде отырмайын психиатр? Отырады. Психиатр отырады, тағы да қандай дәрігерлер отырады, толық айтасыз? Бізде окулист бар, көзді де қарайды дәрігер отырады. Психиатр бар, невропатолог бар, кейбір жерлерде педиатрлар да бар, осындай дәрігерлер бар. Ол сол кезде отырған дәрігерлер психиатр, невропатолог, бірақ балаға диагноз қоймайды отырғанмен, Енді бізде психиатр жаңағы направление жазып береді. Диспансерге. Жазып береді. Примерно өзінің заключениесін, қорытындысын көрсетеді. Сол арқылы бала жаңағы орталыққа барып, нақты өзінің жаңағы кешенді тексеруден өтеді. Ол не үшін ол жаққа жібереді? Өйткені ата-ана үшін. Ата-ана нақты түсіну үшін балада не болып тұрғанын, неге осындай қиындықтар болып тұрған. Енді кейде ата-аналар болады, сендер 1 сағат, 1,5 сағатта қалай диагноз қоя саласыңдар деген сияқты. Енді ол нәрсе өте бір жауапты дүние, сондықтан ол жерге 1 сағат, 1,5 сағаттық емес, өзіңіз білесіз, 10 күндік жаңағы тексеріс бар.
Ондай білмеймін, 10 күндік тексерту қалай өтеді сонда 10 күндік? 2 апталық, қателеспесем 2 аптаның ішінде күнделікті баланы бақылап отырады. Ол жаңадан шығарылған бағдарлама ма, бұрын болып еді? Жоқ, ПМПК-да емес, ол психиатрда. Психиатрда. Иә, біздің жаңағы направление алғаннан кейін барады ол иә. психиатрға. Сонда 2 аптаның ішінде баланы толық олар бақылайды. Өздерінің методикалары бар, опросник тесттары бар, солармен жұмыс жасайды, клинический психолог жұмыс жасайды. Сол арқылы 2 аптаның ішінде баланың нақты диагнозы қойылады. Енді ол диагноз болғандықтан ол уже жаңағы күрделі нәрсе ғой. Сондықтан біз жаңағы психиатрға жібереміз. Енді ПМПК-ға алғашқы баратын ата-аналарға мысалы өздерімен қандай да бір құжаттар, қандай да бір баланың түсірілген, басын түсірілген МРТ, эгосын барын алып барған жөн ғой, қандай мысалы құжаттар алып барған дұрыс? Енді бірінші рет жаңағы бізге ПМПК-ға жазылған ата-аналарға енді міндетті түрде баланың туу куәлігі керек. Сосын бізде енді Астана қаласында жиі болады, біреу атасымен, әжесімен жібере салады, немесе мектепте оқитын үлкен қызымен жібере салады деген сияқты, ондай болмайды. Нотариалды өзі ата-анасы, әкесі или анасы міндетті түрде болу керек. Одан кейін жаңағы баланың медицинский құжаттары болса, жаңағы МРТ дейміз өткен. Невропатологтың может заключениесі бар, өздері частный өткен. Сондай құжаттары болса, соны алып келсе болады. Сосын бала қандай да бір мекемеге барса, жаңағы балабақша, мектеп деген сияқты, міндетті түрде сол жерден толық жазылған мінездеме алып келу керек. Енді біз мектепте оқитын балалардан қосымша жұмыс дәптерлерін сұраймыз. Жаңағы математика, қазақ тілі деген сияқты негізгі пәндерді. ПМПК көбінесе енді балаларға арналған көмек қой. Бірақ ерекше балаларды өсіретін, тәрбиелейтін ата-аналар да бар, Осыған байланысты ПМПК-да ата-аналармен жұмыс, ата-аналарға психолог қолдау, сондай жүйелер бар ма? Енді біз өзімізде біз тренингтар өткізіп тұрамыз ата-анаға. Тренингтар, жаңағы ашық есік күндері бізде болады, Сосын бізде қазір әлеуметтік желі дамыған заман ғой. Сондықтан біз көбірек ата-аналарға ыңғайлы болу үшін өзіміздің Инстаграм парақшамызда ақпараттар жариялап отырамыз. Кейде ата-аналар келеді, записсіз, ешқандай жазылусыз ата-аналарға кеңес бере аламыз. Ата-аналар өздері барып еркін сұрақ қоя алады сонда, Біздің есігіміз әрдайым ашық кез келген ата-анаға. Кейбіреулер қорқып жүреді ғой, жаңағы ПМПК-ға келуге, сондай жағдайлар болса, келіп сөйлессе болады. Негізі ПМПК-ға баланы неше жастан апарған дұрыс, ерте? Енді бізде шыны керек қазақтарда енді кішкене көп кешігіп алып келетіндер болады, Бірақ неғұрлым ертерек әкелсе, соғұрлым ол баланың дамуына жақсы. Бізде 9 айлық бала келген болған. Оған қалай сіздер диагноз қалай ол жерде жаңағы біздің дәрігерлер бар ғой, дәрігерлер ананы жинайды. Ананы жинағанда баланың, жаңа айттым, анасының жүкті болғаннан бастап қазіргі кезге дейінгі даму деңгейін тексереді. Алғашқы эмоциялары, жаңағы еңбегі қашан қатты, қашанға дейін емізді анасы, соның барлығын сұрай келе, содан кейін уже реакцияларын тексереміз. Әртүрлі өзіміздің методикаларымыз бар, солар арқылы тексереміз. Одан кейін бізде Астана қаласында қазір ерте қолдау орталықтары бар. Жаңағы оңалту орталықтарында раннее вмешательство деп айтылады, группа бар. Ол жерде 3 жасқа дейінгі балалармен жұмыстар жүргізіледі. Дефектолог, логопед, психолог мамандары бар. Сол мамандар 3 жасқа дейінгі балалармен жаңағы жұмыс жасайды. Ал 9 айлық баланы әкелді деп отырса, ол балаға қандай орталықтарға жіберуіңіздер мүмкін? Жаңағы ерте қолдау орталықтары бар, түзету кабинеттеріне жібереміз. Оңалту орталығы немесе түзету кабинетіне. Енді бір ата-ананың сұрағын қойсам сізге, Айнұр деген анадан, яғни баламды дейді, жаңағындай басында қойып кеттім, негізі осыған ұқсас. Жаңағындай ПМПК-ға келгенде баламды 10-15 минут ішінде қарап шығады, балам адаптацияға тіпті үлгермейді дейді. Ал бұл балаға қойылған жаңа ПМПК-ның шарты, жаңағындай балама қойылған диагнозы балама ғана емес, барлық отбасы өміріме әсер етеді дейді. Мысалы, осыған байланысты не айтар едіңіз? Енді бізге келген ата-ана, ол енді сразу келе салмайды ғой, ата-ана бір белгілі бір этаптардан өтіп келеді. Бізге ПМПК-ға келудің өзі ол ана үшін бір шаг. Енді біз 10-15 минутта ешқашан біз қорытынды жасай алмаймыз.
ол әрине дұрыс емес. Біз наоборот 5-10 минут балаға біздің кабинетке үйренісуіне уақыт береміз. Бала кіреді, жүреді, қарайды, ойыншықтармен танысады. Бала өзін жақсы сезінген кезде біз уже өзіміздің диагностикамызды бастаймыз. Бізде диагностика прям баланы отырғызып қойып, мына жерде отырып істеу керек деген қағида жоқ. Еркін түрде бала кішкентай болса, может даже бірге жатып, ойнап деген сияқты, қасында отырып, жерде отырып істей береміз. Бала қалай балаға ыңғайлы, біз солай алып кете береміз. Сол кезде бала келгенде бірінші логопедтен өтеді, дефектологтан өтеді. Қараймыз, егер бала адаптация баланың бейімделуі тез болса, барлық мамандар шығып қарауға тырысады. Егер балада адаптация кішкене қиын болса, әсіресе бізде кішкентай балалар, олар әлі мамасының жанынан шыға алмаған балалар ғой. Ондай балалар болса, ол тек бір адамға ғана үйренсе, сол адам барлық нені қарап шығады. Басқа мамандар қарап отырады. Не істеді, қалай істеді, соның барлығын бақылап отырады. Ал үлкен балаларда келетін бола ма? Тіпті кеш уақыт мүмкін 10-нан асқан жасты балаларды? Болады. Ондай балаларға сіздер қандай жолдау бересіздер? Енді ондай балаға біз кеңес береміз ата-анаға, ары қарай не істеу керек. Қазір инклюзивті білім білесе, мектепте ғана емес, колледжда да бар. Колледжда да жақсы дамып келе жатыр. Баланың мүмкіндігіне қарай, бала қай жақта алып кете алады, сол жаққа қарай бағыттаймыз баланы. Енді тағы да айтамын, что ол ары қарай ата-ана өзі шешеді. Біздің кеңесті қабылдамау ол ата-ананың ғана қолында. Ата-ана мүмкін даже біздің қорытындымен келіспей жататын кездерде болады. Сол қорытындымен келіспей жатқан ата-аналар қалай не жасауы мүмкін? Қорытындымен келіспей жатқан ата-ана ол енді бір қабылдау процесінен өтіп жатқан ата-ана деп санаймын мен өзім. Өйткені ол кісі ПМПК-ға келгеннен кейін көбісінде бала келеді. Мен балам бір-екі звукты айта алмайды, или сөйлеуінде кедергілер бар деп келеді. Сондай ата-ана өтінішпен келеді. Бірақ тексеру барысында балада еңбектеу процесінен бастап, может моторикалық жағынан кешеуілдеу болған, ата-ана енді ол ана ғой, тек жақсы жағын қарайды деген сияқты. Сондықтан сондай жағдай болған кезде енді өте қиынға соғады. Кез келген ата-анаға бала осындай, баланың мүмкіндігі осындай деп айту ол оңай емес. Ата-ананың көзін ашу, түсіндіру, ата-ананы бағыттау ол өте ауыр жұмыс. Енді ерекше балалардың көбісі бізде қазір елімізде үй жағдайында оқиды ғой. Үй жағдайында оқығаннан кейін көбісі мектепке ауысу жағы қиын болып жатады дейді мысалға. Осыған байланысты не айтар едіңіз? Енді баланың мектепте үйде оқуын, мектепте немесе үйде оқуын ол бізде врачебный консультация шешеді. Кез келген балаға мүмкіндік беріледі мектепте оқуға. Басында мектеп процесін бала бастайды. Адаптационный период балаға беріледі бейімделуге. Одан кейін балада мінез-құлық қиындықтары сақтала берсе, онда үйге ауыстырылады. Оны біз шешпейміз, оны тағы врачебный консультация шешеді. Одан кейін бала мінез-құлқында жақсы өзгерістер болып, бала уже отыра алатын болса, сабақ процесіне қатыса алатын болса, онда ешқандай қиындықсыз бала мектепке ауысуға мүмкіндігі бар. Онда бір қойылған бір талап жоқ. Тек сол қиындықтары өтсе болды, ол мектепке ауыса алады. Мектепке ауыса алады. Бірақ мектепке ауыса алмаса, бала үй жағдайында оқуға қалса, мысалы 18 жасқа не жағдайында оқыса, екеуі 20 жасқа дейін оқуы мүмкін. Ол балалардың болашағы мысалға қай жаққа бара алады кейін? Енді үй жағдайында оқытылған балалар енді бізде арнайы мектептен баратын мұғалімдер, ол арнайы мамандар. Ол кісілер баламен қалай жұмыс жасау керегін біледі, балаға қалай көмектесуін керегін біледі. Сондықтан бір оқу бағдарламасында бір қиындықтар бола қоймас деп ойлаймын. Енді ары қарай баланың болашағын қалыптастыру, енді ол ата-анамен мектептің бірігіп отырып жасайтын жұмысы деп ойлаймын. Өйткені ол баланың болашағы ғой. Бала қандай баланың мүмкіндігі бар, қандай ол бағытты алып кете алады. Қазір ерекше білім беруді қажет ететін балаларға жақсы жағдайлар жасалып келе жатыр, бұрынғымен салыстырғанда. Қазір орта білім, арнайы білімді ала алады. Колледжда қазір инклюзивный образование бар. Сондықтан сол бағытты таңдауға көмектеседі.
Ал колледжге қандай балалар түсе алады? Инклюзивті мектепті бітірген балалар, арнайы мектепті бітірген балалардың барлығы түсе ала ма, әлде бір ол жақта сараптау бар ма өздерінде? Енді колледжға білім беру кез келген бала түсе алады. Жаңағы ерекше балалар айтып отырмын. Иә, ерекше балалар. Кез келген үй жағдайында оқығандар түсе алады. Иә, түсе алады. Енді ол бала жаңағы өзінің определенный бағдарламасымен оқып жатыр ғой. Екінші типті бағдарлама оқыса мысалға. Енді баланың жаңағы қараймыз, оны біз шешпейміз, ол ата-ана шешеді. Ары қарай білім алады ма, жоқ па, ол ата-ананың бірінші құқығы. Егер баланың мүмкіндігі бар болса, определенный бір мамандықтар бар балаларға арналған. Енді мен толық қазір ақпаратты бөлісіп айта алмаймын ол туралы. Енді жаңағы повардың көмекшісі деген сияқты, тағы сондай бір-екі мамандықтар бар, который балалар алып кете алатын. Сол мамандықтарды балалар оқыса болады. Енді сіз көп сөзіңізде көбінесе ата-ана шешеді деп айтып жатсыз, бірақ мен өзім ерекше ана ретінде айтатын, көп нәрсе ата-ана шешпейді негізі. Өйткені мысалға мен өз басым мысалға айтайын. Мен балам ерекше бала, аутизм диагнозы бар. Біз арнайы мектепке бардық. Бізге негізі ПМПК-да айтты, мектепті өзіміз таңдауымыз мүмкініміз бар деп. Біз арнайы мектепті таңдадық, өйткені жаңағы инклюзивті орта мектепті алып кетпейтін баламыздың күшімізді түсіндік. Арнайы мектепке барғанмен балам арнайы мектептің бағдарламасын алып кете алмады деп жаңағы үй жағдайына жіберді. Мен дегенмен ата-ана ретінде қарсы болдым үй жағдайына жіберуге. Дегенмен үй жағдайына жіберді, өйткені баламда кішкене 45 минут бойы отыра алмау, жаңағы тұрып кету мінезі бар. Одан үй жағдайына жіберді. Үй жағдайында оқып, қазір мектепке ауысу жағы, шынымды айтсам, процесі кішкене ұзаққа созылып кетті. Оңай емес екен. Үй жағдайында оқып, қайта мектепке ауысу жағы. Мен айтайын дегенім, яғни ерекше балам, қазір біз тіпті арнайы мектепке өзін орналастыру біз үшін арман болып кетті. Жаңағыдай орта инклюзивті мектепті айтпақ түгілі, арнайы мектептің өзі арман болып кетті. Мен ойлайтыным, неге мысалға ата-аналар көп нәрсені айтқым келгені, ата-аналар көп нәрсе шеше алмайды. Мысалы мен өзім қалағанмен арнайы мектепте оқыған, бірақ ол мүмкіндік бола бермейді. Осыған байланысты ПМПК мүшелері осындай арнайы мектепте оқитын балалардың үстінен, мысалға неге ол балаға мүмкін ол баланың бағдарламасын жеңілдету керек па, одан ары, мүмкін басқа да бір жағдайлар жасау керек па. Яғни ПМПК жолдама жібергенмен неге ары қарай, яғни бұл жауапкершілік мүмкін алмайсыздар ғой, мүмкін ПМПК, әлде баланы 18 жасқа толып мектепті бітіргенге дейін бұл қарайсыздар ма мысалға? Енді бізде ондай бір мүмкіндік жоқ, бір мектепті бар бақылап отыру. Тек бағдарламаны ғана айтасыздар. Біз тек қана бағдарлама ата-анаға кеңес қана бере аламыз. Бұл біздің бар мүмкіндігіміз сол. Біздің одан ары қарай мүмкіндігіміз жоқ. Енді жаңағы арнайы мектептен үйден мектепке ауысу процесі ол енді врачебный консультациямен шешілетін нәрсе. Қателеспесем, әр жыл сайын сіздер сол врачебный консультациядан өтіп отырасыздар. Жарты жылда бір рет. Сол оқу жылында сіздер үйде оқисыздар ма, немесе мектепте оқисыздар ма? Енді оны сол кісілер шешеді. Егер баланың мінез құлқында қиындықтар болмаса, әрине ол мектепке барып оқи алады. Тоже енді врачебный консультациядан кейін. Түсінікті. Енді біз көбінесе қазір қалалық жерлерде айтып отырмыз ғой, ал ауылдық жерлерде осындай комиссия, ПМПК мүшелері бар ма? Ауылдық мектептерде? Енді ауылда енді нақты айта алмаймын, өйткені аудан орталықтарының барлығында ПМПК қызметтері бар, түзету кабинеттері де бар, бағдарламалар беріледі. Тура осы бізде Астанада қалай жұмыс жүргізіліп жатыр, ол жақта да солай жұмыс жүргізіліп жатыр. Бірақ енді арнайы мектептердің саны аз болуы мүмкін. Енді ол туралы менде қазір, мен жай маманмын ғой, сондықтан менде нақты ақпараттар ондай жоқ. Барлық жерде балаларға жасалынатын жаңағы жағдай бірдей. Енді сіз ПМПК-да өзіңіз психолог мамансыз, сіздің алдыңызға ерекше бала келгенде, бірінші ерекше балаға сіз қандай да бір жаңағындай тексеріс жүргізесіз ғой. Тексерістен ішінде бір жаңағындай баланың атына елемеуі, көзге қарамауы, немесе ойыншықтарын ойнамауы, соның барлығын жүргізесіз. Логопедтар тіл жағынан қарайды. Невропатологтар жаңағындай баланың моторный жағынан дамығанын қарайды. Психиатрлар мысалға баланың мінез құлқына көбінесе мән береді. Осыған байланысты осы барлық врачтардың, жаңағындай дәрігерлердің,
кеңес мүшелерінің алған қорытындысы балаға беріледі ғой. Мысалға балаға жаңағыдай өзіне бір нақты қорытынды қойылады, иә. Бірақ ата-ана онымен жаңағыдай келіспеуі мүмкін, иә. Айтуы мүмкін, жоқ, мен балам ондай емес, мен балам мына жерге келіп қобалжып кетті, одан кейін бәрін ұмыт қалды деп. Ондай балаларға екінші бір мүмкіндік беріле ме, қайтадан комиссиядан келіп өтуге? Енді бізде ондай жағдайлар жиі болып тұрады. Өйткені мен айтып тұрмын ғой, жаңа ата-ананың бізге келуінің өзі бір шаг, иә. Ата-ана ол жерде бірінші келген ата-ана ол міндетті түрде баланы қабылдау процесінен өту керек. Ол бірден бола қоятын. Ал қалай өту керек? Бірден бола қоятын процесс емес, иә. Бірінші келгенде ата-ана ол қорқынышпен келеді, үреймен келеді, иә. Бір ішінде өзінің жоқ, менің баламда бәрі жақсы, бұл бірінші рет келгендіктен істемей қойды деген, иә, сондай жағдайлар болады. Енді біз жаңағы полностью анамыз жинағаннан кейін жаңағы баланы тексереміз ғой, кешенді тексеру өткіземіз. Кешенді тексеру өткізгеннен кейін біз мамандар өзіміз жиналып отырып, әркім өзінің не зерттеді, не байқады, соның барлығымен отырып бөлсеміз, бұл бізде командная оценка деп айтылады. Командная оценкада біз шешім шығарамыз, балаға қандай көмек қажет. Содан кейін ата-анамен бөлсеміз, ата-ана қабылдамай жатса, жаңағыдай сіз айтқандай, балам қобалжыды, бірінші рет келді, балам бұны істей алатын еді деген сияқты, иә. Ондай жағдайлар болса, ата-ана мүлдем келіспей жатса, иә, екінші рет біз ата-ананы қайтадан шақыра аламыз. Яғни сол сұрақтар барлығы сол тексеріс жүргізілмейді, басқа бірақ тексерістер өзгертілуі мүмкін, иә, жүйесі, иә? Әлде жоқ, бізде жаңағы тексеріс біз ойын арқылы, иә, мектепке дейінгі балаларды ойын арқылы тексереміз. Енді мен методикалардың барлығын ашып айта алмаймын, өйткені көп жаңағы мамандар біздің методикаларды балаларға үйретіп жібереді. Сосын ата-ана ойлайды, міне балам осыны істеді ғой, сіздің берген осы тапсырмаңызды істеді, демек ол істей алады. Бірақ мен ол жерде не байқадым? Мен бірінші ол жерде мен әлі инструкция берген жоқпын, бала оны қойып тастады. Бұл баланың жаңағы отработанный методиканы, отработанный істегенін көрсетеді, иә. Одан кейін оны ата-ана байқамауы мүмкін, ата-ана оны жақсы істеді деген сияқты. Сол жағынан енді кішкене қиындықтар болады. Содан кейін енді методикаларды ауыстырамыз, басқа подход табамыз деген сияқты. Енді көбінде сондай жағдайлар болып тұрады бізде. Методикаға байланысты айтыңыз. Негізі әр баланың сіздерге келетін, ПМПК келетін әр баланың диагнозы әртүрлі ғой. Иә, мысалға ақыл ой кемістігімен келуі мүмкін, бірі аутистикалық спектрмен келуі мүмкін, бірі моторный алалиямен келуі мүмкін, иә, бірі басқа диагнозбен мүлдем. Осы балаларға сіздерге қолданатын барлығына бір методика ма, әлде әрбіріне әртүрлі қолданасыздар ма? Жоқ, бізде әр жасқа әртүрлі методика. Жасқа, ал диагнозға ше? Біз баланың жаңағы мүмкіндігін анықтауымыз керек қой, бала қандай бағдарламаны алып кетеді. Сондықтан баланың жасына сәйкес методиканы береміз. Жаңағы айтқандай, ол методиканы қалай орындайды. Ойланып орындай ма, или тез орындап тастай ма деген сияқты. Сол жағынан сол методиканы бере отырып, біз баланы бақылаймыз. Ол методиканы қалай қабылдайды, қалай орындайды деген сияқты. Ал әр маман өз методикасын неше минуттан мысалы қолданып бәр балаға? Определенный міне осындай уақыт деген уақыт жоқ. Балаға қажет болса, ол уақыт созыла береді. Созыла береді. Неше уақытқа дейін созылуы мүмкін? Кейде бывает 30 минут, 40 минут созылып кетуі мүмкін. Ең жоғарғы уақыт ол 30-40 минут, балаға, иә? Енді бізде әрбір балаға 1 сағат уақыт бөлінеді ғой. Жаңағы жазылу бойынша. Кейде болады, 1 сағаттан асып кететін уақыттар жиі болады. Енді қазір ерекше балалардың саны өсіп жатыр ғой. Болашақта ПМПК-ның саны ашылуы одан да көбеюі мүмкін ғой, иә? Иә, мүмкін. Өйткені бізде Астана қаласының өзінде 10 ПМПК бар. Бірақ дегенмен баланың саны көп болғандықтан енді ашылатын шығар деген үміттеміз. Бірақ түзету кабинеттерінің көбірек ашылған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені бізден ата-ана өтіп, тағы жарты жыл очередьте тұрып қалады деген сияқты. Уақытын жоғалтып алады деген сияқты, иә. Сондықтан көбірек түзету кабинеттері ашылса екен деген негізі ойым бар. Негізі түзету кабинеттері аз болып тұр біздің елімізде, иә? Бізде Астана қаласында түзету кабинеті 5 түзету кабинеті бар. Қосымша әр кабинеттің филиалдары бар. Бірақ сонда да ол ата-анаға аз болып жатыр. Бірақ енді бізде қазір инклюзивті білім беру деп айтып жатырмыз ғой. Мектепке баратын, балабақшаға баратын балалар
қай жерге барады, сол жерден жаңағы мамандарды алуға міндетті. Балабақшаға баратын балалар да алады. Иә, балабақшада қазір бізде барлық Астана қаласында балабақшада дефектолог, логопед, психолог мамандары бар. Мектепте де сол мамандар бар. Енді соңғы жылда балабақшаға педагог ассистенті беріліп жатыр, иә, өзіңіз білесіз. Сондықтан мектепке, балабақшаға барылатын балаларда сондай мүмкіндіктері бар. Ал түзету кабинеттеріне біз ешқайда бармайтын жаңа неорганизованный балаларды көбірек жіберуге тырысамыз. Ал балабақшада педагог ассистент қандай балаларға көбінесе беріледі? Жаңағы мінез құлқында қиындықтары бар балаларға беріледі. Мінезінде қиындықтары бар. Енді педагог ассистентті кейбір ата-аналар келіп сұрағанда осы айтады: мен балам бағдарлама игермей жатыр, педагог ассистент қасында отырып жазып берсе, көмектессе, ол түсінеді деген сияқты, иә. Бірақ біз педагог ассистентті именно балада мінезінде қиындықтар болғанда береміз, иә. Жаңағы агрессия, ашулану, шығып кету деген сияқты, самоагрессия болуы мүмкін. Сондай жағдайда береміз. Ал педагог ассистенттің негізгі міндеті, сондай балада срыв болады ғой, сондай кезде баланы тыныштандырып, жаңағы басқа кабинетке апарып, көңілін аулап алып келу деген сияқты, иә. Ол кісінің негізгі міндеті сол. Ата-ананың көбісі оны жеке мұғаліммен шатастырады. Педагог ассистент осы қасында отырып оқыту керек, оқытуға міндетті деген сияқты, иә. Бірақ біз баланы болашақ өмірге дайындап жатқандықтан, оның қасында бір адам үнемі отыра берсе, бала дамымайды. Ол біледі, что оның рюкзагын біреу алып келеді, оны біреу отырғызады, оның қазір жазу керек болса жазып береді, түсіндіру керек болса түсіндіріп беру керек деген сияқты, бала ол нәрсеге тоже үйренеді. Сондықтан енді желательно баланың самостоятельно өзі қалыптасқаны дұрысырақ. Негізі педагог ассистенті көбінесе үлкен балаларға ата-аналар өз еркімен ала алмайды, ол ПМПК-ның шешімі бойынша ғана беріледі ғой, үлкен балаларға, мысалы 10 жастан асқан балаларға. Иә, енді бірінші біз педагог ассистент сұрап келген ата-ана міндетті түрде мектептен мінездеме алып келу керек. Мінездемеде сынып жетекшісі, мектеп психологы баланың толық жаңағы мінез құлқындағы қиындықтарды ашып жазуы керек. Кейде болады, жаңағындай айтқандай, просто балаға сабақ оқыту үшін сұрап келетін ата-аналар да болады. Сондықтан бала неше жаса болса да, педагог ассистент қажет болса беріледі. Бірақ енді кейбір жағдайларда жоғары сыныптың оқушылары педагог ассиstenттің қасында отырғанын қаламайды. Өйткені ол тоже енді сыныпта отырады ғой, жалпы мектеп білетін. Сондықтан кейбір ата-аналар өздері жаңа бас тартып жататын жағдайлар да болады. Сіздер жыл сайын түзету орталығына көп балалар жібересіздер ғой. Мысалға санмен, жаңа цифрмен айтсаңыз, қанша мысалы балалар барады, ол қанша балалар жақсы оңалтып, басқа жағдай, жаңа жақсы орта мектептерге өтіп жатады? Енді бізде тек қана біз отчет тапсырамыз әр жыл сайын. Бізде әр жыл сайын, мысалы алдыңғы жылы Астана қаласы бойынша 21 мың бала жаңа ПМПК-ның кеңесінен өткен екен. Оның ішінде тек Астана қаласы бойынша. Астана қаласында, иә, 4 мың бала бірінші рет келген балалар екен, алғашқы рет келіп тұрған. Енді бізде басқа ешқандай жүйелі түрде динамикасын бақылау деген статистика жүргізілмейді. Неге оны статистика жүргізілмеске мысалға? Енді білмеймін, айта алмаймын ол жағын. Бізде енді жаңағы не бойынша қандай мүмкіндіктер бар, сол ғой енді. Сосын 21 мың баланың ішінде 4 мың бала ең алғашқы келген. Ал қалған балалары соны қай жылдан бастап, бұрынғы жыл? Жаңағы айтып отырмын, может 9 айлығында келді, может 2 жасында келді, иә. Бұл тек қана бір жылдың ішінде көрсетілген. Бұл тек бір жылдың ішінде. 21 бала мыңға ПМПК. 24 жылы бізде желтоқсанда барлық жаңағы ПМПК-лар барлығы отырып бірге отчет жасады ғой. Сол кезде 21 мың, қателеспесем, 122 мың сондай бала бір жылдың ішінде ПМПК-ның консультациясында болған. Соның 4 мыңы жаңадан бірінші рет келген ата-аналар. Енді қазір осы әлеуметтік желілердің негізі қарқынды дамуының бір үлкен көмегі де тиіп жатыр. Ата-аналар ерте байқайды, ерте өзгерістерді байқайды, ерте келеді. Ол тоже жаңағы біздің кішкене жұмысымызға жақсы көмек беріп жатыр. Енді сіз ата-аналарға мысалға айтсаңыз, баланың бойынан, мінезінен, жаңа даму деңгейінен қандай өзгерістерді көргенде ПМПК-ға, яғни уақытты жоғалтпай апару керек, бала мысалға жаңағындай өзінің белгілері болады ғой әр баланың. Қандай белгілер қарап баланы ПМПК-ға апару керек? Енді ең бірінші жаңағы медициналық жағы, кейбір балаларда
вирусный нелермен ауырған болуы мүмкін, иә. Соның кесірінен жаңа жандану кешенінде өзгерістер болуы мүмкін, иә. Жаңағы эмоциялары кеш дамиды, атына қарамайды, или үйге біреу келіп жатса, кетіп жатса, мән бермейді, отыра береді, ойыншыққа қызығушылығы жоқ. Ол неше жаста оны аңғаруға болады мысалы? Әр балада әртүрлі. Енді баланың определенный даму деңгейі бар ғой. Жандану кешендері ол жаңағы 9 айға дейінгі балалардың процесінде бақылауға болады. Мысалы бала 3 жасқа дейін көбінесе, мысалы баланы 3 жасқа дейін бала көбінесе қазір атына қарамаса да ерке деп санайды, ойнамаса, дауыс шығармаса, жаңағыдай бір мінезде көрсетіп жатса, көп ата-аналар бұны еркелікке балап, ерке ғой, өсіп кетеді деп санайды көбінесе. Бірақ оған бұл дабыл қағатын дүние дейсіз ғой. Бұл дабыл қағатын дүние. Енді айтып тұрмын ғой, ата-анаға кішкене уақыт керек оның бәрін қабылдау үшін. Бірақ дегенмен дәл қазіргі уақытпен бұрынғы уақытты салыстырғанда, қазір ата-аналардың уже көзі ашық. Олар ерте байқайды, жаңағы атына қарамайтын, эмоциясы жоқ екен, өзін-өзі қызмет көрсету дағдыларының кешігіп жатқанын, баланың еңбектеу процесі, жүру процесі бәрі кешігіп жатқанын ата-аналар енді көбісі ертерек байқайды. Бірақ тоже кішкене уақыт керек болады бізге келуге. Сондықтан мен ата-аналарға айтам, қорықпай келіңіздер, кеңес алыңыздар. Ол біз ата-ана, кейде болады, ата-ана бізді жау көретін ситуацияларда болады да, енді осындай, сен мен баламды осындай деп жатсың деп, иә. Бірақ біз балаға тек көмек беретін мекемеміз. Біз баланың ерекшелігін байқадық, сонымен ертерек жұмыс жасау үшін сізге айтып жатырмыз. Оны қабылдамау ол енді ата-ананың еркінде ғой. Негізі ерекше баланы ортаға қосу, жалпы ортаға бейімделіп кетуіне ең басты дүние ол ерте диагностика ғой. Ерте диагностика баланы ерте аңғарса, баланың мінез құлқынан, тілін кешігіп жатқанын, баланы 5 жасқа дейін шығарып алу, ортаға қосу жіберу мүмкіндігі көп болады. Осыған орай, мысалға, бұл жерде ата-аналармен жұмыс жасау керек деген көрсетеді, бірінші. Осы ата-аналармен ПМПК орталықтары қандай бір жұмыстар атқарыла ма? Енді біздің негізгі бағыт ол диагностика, кеңес беру. Бірақ біз сонда да тырысамыз көбірек ата-аналармен жаңағы ашық есік күн тренингтерді өткізуге, немесе дөңгелек үстел өткізуге мүмкіндігінше тырысамыз біз. Енді бізде ондай өте бір қатты мүмкіндігі жоқ, бірақ мейлінше тырысамыз, қолымыздан келгенше. Жақсы. Осымен біздің уақытымыз аяқталып қалыпты. Енді сіз өзіңіз камераға айтсаңыз болады, ата-аналарға қандай да бір тілегіңізді, кеңесіңізді, немесе ой пікіріңізді. Енді құрметті ата-аналар, біздің ПМПК-дан қорықпаңыздар, келіп кеңес алыңыздар. Жаңа айтып жатырмын ғой, қаншалықты біз балаға ертерек көмек көрсетеміз, ол бала үшін соғұрлым пайдалырақ. Сондықтан кез келген уақытта бала учетқа алынады, или немесе баланың болашағына әсер етеді деп қорықпай, кез келген уақытта келе беріңіздер. Рахмет сізге үлкен. Осымен біздің подкаст аяқталды. Бізбен болғандарыңызға рахмет үлкен.